Сәлем, менің сүйікті оқушыларым, сендерді көргеніме қуаныштымын. Олай болса, бүгін біз сабағымызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Бүгін біз Workbook, яғни жұмыс кітап дәптерімен жұмыс жасайтын боламыз. Workbook'ты қолымызға аламыз. Unit 2 on page 17, екінші бөлім 17 бетті ашамыз. Бұл жерде бізде present simple, affirmative and negative. Яғни жай осы шақты біз кітаптан түсінген болатынбыз, болымды және болымсыз түрлерін тапсырмалар орындайтын боламыз. Олай болса бастаймыз. Exercise 1. Complete the table with the words in the box. Яғни мына жерге сызықшалардың орнына қорапшадағы сөздерді дұрысына қою керек екенбіз, Олай болса мен жазып шықтым, қараймыз. Бірінші сөйлемде affirmative ол бізде болымды сөйлем болу керек. Сондықтан I, you ол кезде live сөзін қоямыз. Екінші he, she болса, онда біз lives, яғни етістіктің артына s жалғаймыз. Келесі үшінші we, they, you, яғни олар, сендер деген болса, көпше түрде онда live болады. Келесі болымсыз I, you don't speak, don't қоямыз. He, she doesn't және we, you, they don't. Міне бірінші тапсырманы осылай жазамыз. Келесі екінші тапсырма exercise 2. Complete the text using the correct form of the verbs in brackets. Яғни бұл жерде де біз жақшаны ашып, дұрыс шаққа қою керек екенбіз. Яғни present simple жай осы шақты формуласын қолданамыз. Бірінші use сөзін қоямыз. Екінші don't speak. Үшінші go, төртінші speak, 5 study өзі болады, 6 speaks s жалғаймыз, 7 doesn't speak болымсыз тұр, 8 uses s жалғаймыз, 9 doesn't understand. Міне екінші тапсырманы осылай орындаймыз. Енді келесі үшінші тапсырма exercise 3. Complete the sentences using the correct form of the verbs in the box. Бұл жерде де дұрыс present simpleға қойып отырып, қорапшаның ішіндегі сөзді мағынасына қарай астына қою керек екенбіз, Олай болса, бірінші сөйлемде go, яғни бару сөзін қоямыз. Келесі 2 studies, оқу, үшінші like, ұнау, төртінші watches, көру, 5 read, оқу, 6 use, қолдану, 7 place, ойнау. Осылай етістіктерді қойып шығамыз. Келесі next exercise 4. What do the students do after school every day? Write for affirmative and for negative sentences. Мына жерге екі оқушы берген, Джеймс and Люси. Біз кестеге қарап отырып, болымды және болымсыз сөйлемдер жазу керек екенбіз, Яғни птичка тұрса, ол болымды сөйлем болады. Ал X тұрса, онда ол болымсыз сөйлем болу керек екен. Мен мына жерге 4 болымды сөйлем және 4 болымсыз сөйлемді жазып шықтым. Оқушылар 4-ші тапсырманы осылай орындаймыз. So, next page 18, daily lives. Яғни келесі бетті ашамыз. 18-ші бетте бізде daily lives, яғни күнделікті өмір тақырыбы берілген. Олай болса, тапсырмаларды бірге орындаймыз. Exercise 1. Match sentences halves 1, 7 with AG. Яғни бұл жерде 1-ден 7-ге дейін сөйлем берген, ал біз жарты бөлігін A мен G-дің арасына сәйкестендіру керек екенбіз. Бірінші сөйлем бізде My dad starts B. Work at 8 o'clock. Екінші I get up D болады. Get up at 6:30 in the morning. Келесі You have A болады. Lunch at school. Third, he finishes G. Work at 5 o'clock. 5. She watches C. TV after school. 6. They do E болады. Homework in the evening. I go F болады. Go to bed before 9:30. Міне бірінші тапсырманы осылай орындаймыз. Енді келесі тапсырмаға қараймыз. Exercise 2. Complete the words in the sentences. Яғни бұл жерде суретке қарап отырып, біз бас әрпі берілген ары қарай жалғастыру керек екенбіз, Бірінші суретте she starts work болады. Келесі екінші have lunch. Үшінші watches TV. Төртінші I do my homework. Бесінші he goes to bed. Екінші тапсырманы осылай орындаймыз. Келесі exercise 3. Choose the correct answers. Үшінші тапсырмада дұрыс жауапты табу керек екенбіз.
Бірінші бізде A болады. Екінші бізде C болады. Үшінші A болады. Төртінші B болады. Бесінші D болады. Және алтыншы C болады. Міне үшінші тапсырманы толық осылай жазып аламыз. Келесі exercise 4. Dominic is a radio DJ. Complete the sentences about him using the correct form of the verbs in the box and put the sentences in the correct order. Яғни бұл жерде қорапшаның ішінде сөздер берілген, етістіктер біз дұрыс формасына қойып жазып шығу керек екенбіз. Яғни бұл жерде Доминик туралы, Доминик ол радио диджей екен, олай болса, бірінші сөйлемде starts сөзін қоямыз. He starts. Екінші сөйлемде he watches қоямыз. Үшінші Доминик gets. Төртінші he finishes. Бесінші he goes. Және алтыншы he has. Міне осылай тапсырманы орындап шығады екенбіз. Келесі exercise 5. Енді бесінші тапсырмаға қараймыз. Complete the text. Бұл жерде де етістіктерді осы шақта қою керек екенбіз, Олай болса, бірінші get up, екінші start, үшінші have lunch, төртінші finish, бесінші watch TV, алтыншы do my homework, жетінші go to bed. Бесінші тапсырманы осылай орындаймыз. Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Келесі бізде on page 19 present simple questions, adverbs of frequency. Яғни осы шақтың сұраулы түрін өтетін боламыз, тапсырмаларын және үстеулерді тапсырмаларын орындайтын боламыз. Present simple, яғни жай осы шақ, бізде болымсыз және сұраулы сөйлемде do, does деген көмекші қолданамыз деді, ал сұраулы сөйлемде do, does алдына шығып кетеді. Ол бірінші тапсырмаға қараймыз. Exercise 1. Complete the table with the words in the box. Бұл жерде қорапшаның ішіндегі сөздерді мына ережеге қою керек екенбіз. Question сұрақ, short answer қысқа жауап береміз. Affirmative болымды түрі және негатив болымсыз болса. Бірінші do you work, do I work, қысқаша жауап беретін болсақ, yes, I немесе you do. Жоқ болса no, I, you don't. Келесі төртіншісінде he, she, it болатын болса, үшінші жақта does қоямыз. Does he work? Yes, he does. No, he doesn't деп жауап береміз. Және көпше түрде болатын болса, біз do we work? Біз жұмыс істейміз бе? Yes, we do. No, we don't. Міне бірінші тапсырманы осылай орындайды екенбіз. Келесі exercise 2. Order the words to make questions. Енді сөйлемдердің орындары ауысып кеткен. Біз орын-орынмен қойып, сұраулы сөйлем жасау керек екенбіз, Оқушыларым, мен 6 сөйлемді дұрыс сұраулы сөйлем етіп жазып қойдым. Толықтай көшіріп алсақ болады. Енді exercise 3. Cheryl Lane is a singer. Write the interview question. Cheryl Lane деген ол әнші. Біз енді оған интервью алу үшін сұрақтар қою керек екенбіз, Олай болса, мына жерге 6 сұрақты қойып шықтым. Оқып, астында жауабы бар. Сұрағы мен жауабын бірге жазып қоямыз. Мысалға, біреуін оқиын. Do you prefer London or Los Angeles? Саған Лондон ұнай ма? Жоқ, Los Angeles ұнай ма дейді, яғни қалайсың ба дейді. Жауабында I prefer London. Маған Лондон ұнайды дейді, Міне осылай сұрақ пен жауапты жазып шығамыз. Келесі exercise 4. Adverbs of frequency. Яғни үстеулер өткенбіз, Біз әрқашан, әдетте, жиі, кейде деген үстеулерді ағылшын тілінде өткен болатынбыз. Міне жанында тұрған үстеулерді жақшаны ашып, сөйлемнің ішіне жазып шығады екенбіз. Яғни, мысалға, I never go to school on Sundays. Science fiction films are usually interesting деген сияқты 6 сөйлемді толық жазып шығамыз, оқушылар. Келесі бізде exercise 5. Write the questions, look at the words in bold to help you choose the correct question word. Бұл жерде де оқушылар бізге жауаптар берілген. Біз сол жауаптарды қарап отырып,
қарамен сөзді берілген сөзге сұрақ қою керек екенбіз, яғни қайда, кіммен, қашан деген сияқты сұрақтарды қою керек екенбіз. Мен астына 6 сұрақты қойдым. Сұрақ пен жауабын бірге қатар жазып шығады екенбіз. Мысалға біреуін айтайын. Бірінші, how do you travel to work? Яғни жұмысқа немен барасың? I travel to work by bus. Екінші, where does she go in summer? Ол жазда қайда барады? She goes to Spain in the summer. Міне осылай 5-ші тапсырманы толық жазып алады екенбіз оқушылар. Енді келесі бетке қараймыз. On page 20, 20-ші бетте a cosmopolitan city, яғни қалашық туралы қалашық туралы тақырып берілген. Бұл жерде оқылымға байланысты тапсырмаларды орындайтын боламыз. Мәтін берілген. Хай Ерин, яғни Роза Еринге хат жазған, ол мәтінді жақсылап оқып аламыз оқушылар. Олай болса, сол мәтінге байланысты тапсырмаларды орындайтын боламыз. Exercise 1. Read the text. How many nationalities and the languages are mentioned? Tick the correct box. Яғни бұл жерде мәтіннің ішінде сұрақ қойған. Қанша ұлт бар? Ұлт және тіл бар. Яғни мәтіннің ішінде қанша ұлт пен тілді атап өткен дейді. Дұрыс жауабын бер. А 4, Б 5, 6, С 6. Яғни бізде бұл жерде 4 жауабы сәйкес келеді, сондықтан 4 ұлт пен 4 тіл туралы атап өткен екен. A 4 деп қоямыз. Екінші тапсырма. Exercise 2. Read the text again. Match topics 1, 4 with paragraph A-E. Яғни мәтінді қайта оқып, 4 тақырыпшаны 4 параграфке қойып шығу керек екенбіз. Яғни family, отбасы туралы бізде A параграфіне кетеді. Екінші different languages B параграфіне. Үшінші place to visit D параграфы және 4 розас мазы C параграфіне барады екен. Міне оқушылар осылай сәйкестендіріп қоямыз. Келесі Exercise 3. Read the text again. Complete the sentences. Болды мәтінге байланысты мәтінді оқып, мына жерге дұрыс сөздерді қойып шығу керек екенбіз. 1 parents, 2 for, 3 English and French, 4 Canadian, French words, 5 different countries, 6 Mount Royal Park деген сөздерді қоямыз. Exercise 4. 4-ші тапсырма. Answer the questions. Write complete sentences, яғни сұрақтар берілген мәтінге байланысты біз сол 6 сұраққа 6 жауап жазу керек екенбіз. Мен мәтіннің ішінен оқып, толық жауаптарын жазып қойдым. 4-ші тапсырманы қараймыз. Енді келесі бізде exercise 5. Build your vocabulary. Бұл жерде сөздікпен жұмыс жасаймыз. Complete the sentence using the plural form of the words in the box. Яғни бұл жерде қорапшаның ішінде берілген зат есімдерді көпше түрде мына жерге 7 сөйлемге қойып шығу керек екенбіз, оқушылар. Мысалға біріншісін оқимын. My father visits a number of countries for his work. He is in Germany now. Менің әкем өте көп мемлекеттерде жұмыс істеген, ал қазір ол Германия елінде. Екінші, how many people are on this train? More than 600, I think. Мына пойыздың ішінде қанша адамдар бар? Мен ойлаймын 600-ден көп дейді. Яғни мына жерде қорапшаның ішінде жекеше түр жазылып тұр. Біз соны қойған кезде көпше түрге келтіріп қою керек екенбіз, оқушылар. Міне 5-ші тапсырманы осылай толық жазып шығамыз, оқушылар. Барлық тапсырмаларды орындап біттік, жарайсыңдар. Түсініксіз болған тапсырмалар болса комментарийға қалдырып кетеміз. Келесі кездескенше сау болыңдар.